Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Мына жаңағы Ысқақ деген бауырымыздан мынандай сұрақ келіп қойыпты бір басқа бір бауырымызға. Бұның да жауабы анық. Ысқақтың сол бұл мәселедегі білімсіздігі оны сол атеизмге алып келген шығар. Негізі ислам діні ақылға өте қонымды. Таңдау туралы әңгіме айтқан жоқпын ғой. Ол жерде сенің таңдауың ештеңе шешпейді ғой. Неге шешпейді? Себебі ол сен жоқ кезде сенің мәңгі тозақта екеніңді білді. Оның алдында таңдау болды: сені жаратпау немесе жаратып мәңгі тозаққа салу деген. Ол мәңгі тозаққа салу вариантын таңдады. Сені әуел баста бар қылатын кезде Құдай сенің не таңдаулар жасайтынын бәрін біліп қойған. Просто сол таңдауларды сен жүріп өтуің ғана керек. Ойнапшы рөл өзің мен таңдауым бар деп ойлап, сен сол жер бетінде өзің компромат жинауға барып қайтуың керек. Біріншіден, Ысқақ адамның ерік жігері жоқ дегенді айтып отыр. Неге деген кезде Алла Тағала бәрін біледі дейді. Мынандай нәрсені түсіну керек та. Алла Тағаланың білу деген сипаты бар. Енді Ысқақ не сәйкес келіп тұр ғой. Тағдыр жазылған, Алла Тағала сенің неңді біледі, демек сен сол тағдырға қарай міндеттейді деп тұр ғой. Алланың білу деген сипаты бар да, бұл білу деген сипаты Алланың жарату деген сипаты емес. То есть адам, мысалы, білу деген бар және жарату, жасау деген бар, Білу деген бір басқа да, жарату деген бір басқа. Яғни, егер біреу бір нәрсені білсе, ол міндетті түрде соны солай қылып жаратты деген сөз емес. Алла Тағала, мәселен, мен тумай жат, болмаса жаңағы бір бала думанның өзі тумай жатып, оның атеист болады екенін білсе, оның тағдырын сөйтіп жаратып, немесе думанды соған міндеттеді деген сөз емес. Өйткені тағдырды егер міндеттейді деген мағынасымен алатын болсақ, Алла Тағала біледі деген сипатпен жасамайды, оны жаратты деген сипатпен жасайды. Исламда үйтіп айтылмайды. Алла Тағала сенің тағдырыңды жасап қойды демейді. Сен өзімен жүретіндей, Алла Тағала сенің не істейді екеніңді білді дейді. То есть тағдыр ол біліммен. Алла Тағаланың білімі кәміл, ол сенің тумай жатып, әлемді жаратпай жатып не істейді екеніңді білген, бірақ Алла Тағала сенің не істейді екеніңді білуі, ол сені оған міндеттеу деп түсіне алмайсың. Неге? Өйткені міндеттеу болмаса, Алла Тағала сені соған қарай мәжбүрлейді. Мәжбүрлеу деген бұл жаратады, соған қарай сені сонда әрекеттер жаратады. Ол Алла Тағаланың тағдыры жаратумен жасалмайды. Ілім басқа, тағдыр басқа, жарату басқа. Бұл мысалы, біреу егер мен білсем, қазір ана адам кетіп баратыршы, құлайды қазір шұңқыр тұрса алдынан. Мен біліп тұрмын, қазір аны жалғастыра беретін болса, бұл құлайды екенін. Бірақ менің оның білуім, менің апарып оның құлауында емес. Бұл бірінші мәселе. Соны ажыратамайды. Екінші мәселе, жігіттер адамда ерік жігер жоқ деп сөз айтылды. Неге ерік жігер жоқ? Ерік жігер бар адамда. Мысалы, адам бір нәрсе істегісі келсе, мынаны қолмен көтеріп келсеңіз, сіз оған былай ниет қыласыз, ниет қандай енді қалау болады адам ішіне көтеру. Бірақ осы дегенмен де қалау болғанмен де сол сенің қалауының іске асуы Алла Тағала саған сол уақытта құдірет беруімен болады. Неге сол уақытта құдірет беруімен? Өйткені біз айтамыз, тура сол ниет қылған уақытта Алла Тағала оған күш құдірет беріп, оны алуға мүмкіндік беріп тұр. То есть Алла Тағала саған жаратып тұр бұл әрекетті деген кезде, осы Алла Тағала сенің таңдау ниетіңе сай күш құдіретті беруі, сен жасай алатындай сенде мүмкіндіктің болуы деп айтылады. Енді бірақ ол негізі сенің ерік жігеріңе байланысты істеп тұр. Сен мысалы қалайсың ғой, мысалы сенің балаң бірден сені қалайды да, сен оған жасап бересің, бірақ оның сенің соны қалайды деген сөз емес қой. Мысалы балаң тұрып қоймай кәмпит берші дедім. Сен тұрып айттың, кәмпит жеуге болмайды. Балаң ұқпайды. Жауапты кәмпит жеуге болмайды деп айтып тұрсың. Ол сен балаң ұқпайды да. Сен тұрдың да оған ана кәмпитті барып алуын, мысалы қолды жетпейтін жерде тұрма, кәмпитке алу үшін оны көтеріп тұрып, алдыртып қойып бердің да. Не үшін? Сен оған кәмпиттен болатын зиянды қалау үшін ба? Жоқ, ол үшін емес. Сен ол өзі қоймай қойғаннан кейін оның зиянын өзі көру үшін дейді.
Бұл жерде егер біреу сөйтіп жасайтын болатын болса, ол дегеніміз анау жаңа оның зияндығына қалап тұр, оған бір зияндықты жасап тұр деген сөз ба деген кезде ғалымдарымыз жоқ дейді. Осы жерде ажырата алмай тұр ғой. Былайша айтқан кезде жаңағы Ысқақ бала бұл мәселеде ажырата алмай тұр. Енді жалпы бұл мәселе айтқан екен, енді менің сөзімді тыңдамауларыңызға болады. Бірақ осы мәселеге қатысты қараңыздар, шәкәрім еді, шәкәрім дана. Енді бұл менің сөзіме сенбей, жоқ, анау мынау дейтіндерге шәкәрімнің сөзі өте сондай болып тұр да. Жаңағы тура керек нәрсе болып тұр. Шәкәрім атамыз айтады мұсылмандық кітабы еңбегінде: пенде бір жолата өзінің ойлаған ісінің бәрін істеп орнына келтіруге құдіретті емес дейді. Ол не? Пендеде қалау бар дейді, бірақ оның қалауын өзі жасай алмайды дейді. Оған жаңағы Алла тағала құдірет береді деген өз сөз. Ол істі орнына келтірмек Алла тағаладан дейді. То есть Алла тағала оған ол істі орнына қойып береді дейді. Бұл пенде қалайды, Алла тағала орнына қойып береді. Пенде өзінің талабына ғана ерікті болады дейміз дейді. То есть пенде өзінің талабы ғана ерікті болады. Ол талап етеді, бірақ Алла тағала оны жаратып береді дейді. Олай болса, Алла тағала пенденің бір харам іске талап қылғанын неге орнына келтіреді, онысы харамға жәрдем қылғаны болмай ма деп айтса дейді, шәкәрім атамыз айтады. Біз айтамыз оған: жоқ, ол жәрдем қылғаны емес, о қаһар қылғаны дейді. То есть ол жаңағы қоймады, оған Алла тағала әмір айтып тұр ғой, мысалы өлтірме адамды, педофилін жасама деп, харам деп тұр да. Бірақ ол сонда да жасайым деп бара жатса, ол талап етті, Алла тағала оған күш-қуат беріп тұр ғой. Күш-қуат деген Алланың қалауымен болып жатыр деген болса да, күш-қуат беріп тұр, мүмкіндік берді оның орын алуына. Бірақ ол Алла тағала жәрдемдесті деген сөз емес. Алла тағала оған қаһар дейді, әмірді тыңдамаған үшін дейді. Айтып тұрған деді. Себебі ол кісіге пайғамбар арқылы, молдалар арқылы һәм өзінің сөзі арқылы ұқтырып білдіріп тұрса да, болмай нәпсісіне еріп қызығып ұмтыла берген соң, Алла тағала қаһар қылып ол іске бөгет қылмай қоя берді оны дейді. То есть мүмкіндік берді оған жасауға дейді. Бұл шәкәрімнің жауабы. Енді сіздер аталарымыз дейсіздер ғой, шәкәрім атамыздың беріп кеткен жаңағы Ысқақ сияқты атеистерге және сен атеисттерге беріп кеткен жауабы. Атеист бауырым, тыңдап отырсаң егер мені. Одан кейін біздің жаңағы сауалымызға қатысты мынандай әңгіме айтылады да. Енді Исхақ былайша айтқанда не дегісі келіп тұр бұл сөзде? Неде? Алла тағала егер біліп тұрса сенің не істейді екеніңді, ондай болатын болса неменеге жаратты деп айтып тұр ғой логикасы. Шәкәрім атамыз қараңыздаршы қалай жауап берді. Бізге жауап таудың да қажет жоқ екен ғой. Шәкәрім атамыз жауап беріп кеткен екен. Маған сенбесеңіздер, Шәкәрім атамның мұсылмандық кітабы, ол қазір мұсылмандық шарты деп аталып жүр. Соны қайтсаңыздар, сол жерде бап тұр. Жақсылық пен жамандық Алланың тағдырынан деп тұр. Прямо осындай тақырып тұр. Осы жер айтады, мына қараңыздар. Енді Алла тағала біздің не қыла тұғынымызды біліп қойған, оны қылмай кетуге болмайды деген сөзге жауабымыз. То есть Алла тағала бізді біліп қойған, біз оның қалауынан шыға алмаймыз дегенге жауабымыз дейді. Бұл сөзің сөз емес дейміз дейді. Думан, бұл сөзің сөз емес, Шәкәрім атам айтып отыр. Себебі Алла тағаланың сен не қыла тұғыныңды білгені саған зорлық қылғаны емес, қыл деп қылдырғаны да емес, әмір еткеп саған мәжбүрлеген де емес. Білімнің зор болғандығынан білгендігі саған үзір болмайды. То есть Алланың білімі абсолютті көп болғанынан, Алла тағала біліп қойса сенің не істейтініңді, ол саған үзір болмайды. Онда Алла біліп тұрды, онда сондықтан да мен жасадым. Жоқ, Алла саған мәжбүрлеген жоқ, ол тек білді. Адамның да ақылдысы дейді. Адам да дейді, адамның да ақылдысы, сен ысырап қылып бар малыңды орынсызға шашып жүрсең, мысалы, бір ақылды адам, бір адамды көретін болса, бүкіл жиған терген ысырап қылып шашып жүре беретін болатын болса,
аздан соң кедей болатығыныңды біліп қояды, иә, қолданым. То есть ол сұрап шаша беретін кедей болып қалатын, біліп тұр да, біліп. Енді ол барып, сіз біліп тұрсыз, мен кедей болатынды, сіз неге үйтіп мәжбүрледі деп айта ала ма дейді. Сен біліп қойған соң кедей болдым деген дауың жөн бола ма дейді да. Мен біліп қойдым, біреудің ысырап мал шашып жүрген, және ол айтты, мен мынау шаша беретін болса кедей болды дедім. Енді ол егер кедей болып жатса, маған келіп айта ала ма, сен кінәлісің деп. Тура осы логика дейді. Тағы да басқаша жауап берсе болады. Бірақ мен шәкәрім атамызбен жауап берейін дедім. Одан кейін Алланың ілімі бұл абсолютті ілім. То есть Алланың полный, шәкәрім атамыз айтып жатыр, Алланың полный абсолютті ілімі болуы, заттарды жаратпай жатып білуі, оны сенің тағдырыңда жасады демейді. Білім басқа, бұл жасау басқа дейді. Және сенде ерік жоқ деп айта алмайсың. Сенде ерік бар. Сен талап еттің, Алла саған соны жаратып берді. Бірақ бұны Алла Тағала саған жақсы көрді деген сөз емес. Алланың неге абсолютті білімі болу керек десеңіздер, егер Аллаға абсолютті білім бекітпесек, онда Алла Тағала кейбір нәрселерді білмейтін болып қалады. Кейбір нәрселерді білмейтін заттар ол жаралғандар. Егер Алланы жаралған дейтін болсақ, онда әлемнің жаратусыз қалып қалады. Онда мына әлемнің бәрі онда жаратылған болып есептелмейді. Бірақ біз көріп тұрық қой көзбен заттардың жоқ болып пайда болып жатқаны, жаратылып жоқ болып жатқаны, жаратылып жоқ болып жатқаны. Демек, әлі процесс жалғасып жатса, онда біреу бар, который ол жаратылмаған болу керек. Өйткені ол жаратушысы болып тұр. Енді өйткені жаратылған болып қалатын болса, онда әлемнен болып қалады, жаратушы деген болмай қалады. Сондықтан ол жаратылмаған болу керек. Енді ол әлемнің жаратылғаны абсолютті және мәңгі десек, онда олда да минус нұқсан болмау керек. Сондықтан да оның ілімі кәміл. Сондықтан да біз сөйтіп айтамыз, біледі дейміз. Осы мәселелерді түсінбейді, бауырларымызға дұрыстап жеткізейін деген, және тағы да бір айтқым келетіні, жаңағы атеистерге бауырларым дұрыстап ойланыңдар. Анау арттарынан еріп жүрген жаңа Ысқақ па, Ақылтай ма, жаңа кім, Дархан Әбдік деген біреу бар екен, дұрыс емес. Аталарымыздың жолынан келсеңіз де, ақыл жолынан келсеңіз де, бәрі де дұрыс емес болып тұрғаны анық. Алла разы болсын.